Бәріне сәлем, сіздермен бірге Алдик Pro Code. Және бүгін Python курсының екінші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз Python және PyCharm IDE-сін орнатумен айналысамыз. Екі ссылканы мен астында описаниеда қалдырып кетем, өздерің көрсеңдер болады. Ал кеттік, Downloads Python 3.9 скачать етеміз. Кейін үстіне басқан кезде орнату үшін мынандай бізде терезе ашылады. Бұл терезеде біз add python 3.9 to pass дегенді белгілейміз және install now. Біздің Python'ымыз дайын болды. Close'ды басамыз. Енді біздің Python'ымыз дұрыс жазылғанын тексеру үшін біз cmd дейтін командалық терезені ашамыз. Python version деген кодты енгізсек, бізде Python'ның версиясы шығады. Егер сізде Python'ның версиясы шықпайтын болса, онда сізде бір қателік кетті. Python'ды орнаттық, енді PyCharm'ды орнату керек. Өзіңіздің отырған операциялық жүйеңізге байланысты версияны таңдайсыз, соның ішіне Community дегенді скачать ету керек. Өйткені Professional Edition ол платный, бізге оқу үшін Community жеткілікті. Скачатьты басқаннан кейін біз мынандай установщикті жазып аламыз. Кейін бізде осындай терезе ашылу керек. Next. Біріншісін және соңғысын таңдаңыздар. Next. Install. Енді күтеміз. Енді бізде орнатылды PyCharm. Біз галочканы басамыз. Close'ды басқан кезде бізде автомат түрде өзі қосылу керек. Қосылғаннан кейін достар, мына жерде біз окейді баса саламыз. И біз дефолт, яғни ана астын баса саламыз. Достар, егер осындай сізде аққа қара не шықса, онда сіз бәрін дұрыс істедіңіз, сізде бәрі істеп тұр. Сәттілік достар, онда осы сабақ ұнаса сіздерге лайк басып, подписка жасаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.